Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы, сіздермен бірге Алакөл жаңалықтары. Эфирде Алтынай Қалиқызы. Барлығымызға белгілі болғандай, қазіргі таңда Нұр Отан партиясы партияшылық сайлауын өткізіп, ел түсінігіне праймериз деген жаңа ұғым енгізді. Бұл жаңалықтан ауданымызда шет қалмай, белсенді әрі халық қамына қарай еңбек етер үміткерлерін ұсынуда. Праймериздің өту барысы жайлы толығырақ тілшіміз тарқатып берсін. Қазіргі мезетте Нұр Отан партиясының праймеризіне өңірімізде 52 үміткер тіркеліп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар бағдарламаларын халыққа түсіндіру мақсатында жария пікірсайыстар да өз дәрежесінде өтуде. Кандидаттар дебаты карантиндік ережелерді қатаң сақтай отырып өтті. Пікірсайыс барлығы 2 кезеңнен тұрып, алғашқы бөлімде үміткерлер бағдарламаларын таныстырса, келесі сатыда бір-біріне сұрақтар қойып, пікірлерін ортаға салды. Праймериз бұл партияшылық іріктеу. Біздің елімізде Қазақстанда тұңғыш рет басталып жатыр. Біздің Нұр Отан партиясының бұл бастамашыл серпінді жаңа жобасы. Біздің ауданнан бүгінде праймеризге 48 үміткер қатысуда. 3 елді мекенде 17 қыркүйек пен 25 қыркүйек аралығында дебат жария пікірсайыс ұйымдастырылған. Бүгін міне Шорал қаласында 6-шы тобы аяқтады өз жария пікірсайыстарын. Барлық партияластарымыз, үміткерлер, осы праймеризге қатысушылар белсенді атсалысып, өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын, өзекті мәселелерді қоғамдағы батыл көтеруде. Ол әлеуметтік мәселе, экономика, туризм, инфрақұрылым бойынша барлық сұрақтарды көтеріп жатыр. Өздерінің шешу жолдарын, қалай болашақта осыған үлес қосатындары туралы ойларын ортаға салып, әріптестерімен пікір таластырып, көпшілікке тікелей эфир арқылы таратылуда. Праймеризге үміткер болып отырғандардың бірі Алакөл гуманитарлық техникалық колледжінің директоры Ибраимов Әсет. Білім саласындағы талай жылғы тәжірибесі мен біліктілігін ел мүддесіне жұмсап, халық қамына қарай қызмет етуді құп көретін азаматтың жоспарлары да ауқымды. Сайлауға түсіп, өзінің бағдарламасы арқылы қалың бұқараның ниет тілегіне жан бітірмек. Бұл азаматтың қазір де істеп жатқан еңбектері аз емес. Алайда праймериз арқылы жаңа белестерге қол жеткізіп, мүмкіндіктер аясын кеңейте түспек. Менің праймеризге қатысып жатқан басты мақсатым осы Алакөл ауданының тұрғыны болғандықтан, осы ауданда білім саласында көп жылдар еңбек етіп жатқандықтан, өзім мол тәжірибе жинағанымды ескере келіп, праймеризге қатысып, ауданымыздың экономикалық өсуіне өз үлесімді қосу үшін қатысып отырмын. Өзімнің көп уақыт білім саласында істегеннен кейін, білім саласындағы да көптеген қордаланып қалған мәселелер жайында, ауданымыз ауыл шаруашылығына бет бұрған аграрлы аудан болғандықтан, ауыл шаруашылығында жаңағы ауылда тұратын адамдардың тұрмысын жақсартуға және де басқа осы ауданымыздың жалпы ең басты құндылығы адам ғой. Адамдардың тұрмысын жақсарту үшін, экономикамыздың өсуі үшін, өзім үлесімді қосып, еңбек ету үшін праймеризге қатысып отырмын. Ауданымызда пікірсайыстар 30 қыркүйекке дейін жалғасады, ал партиялық праймеризге онлайн дауыс беру 1 және 3 қазан аралығында өтеді. Асылан Маханов, Нұрмақт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтары үшін. Достық желілік полиция бөлімінің мойнына артылған жауапкершілік жүгі өте ауыр. Қытай елімен шекаралас орналасқан аймақтан бастап Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарымен иық тірестірген жерлерге дейін қадағалауда ұстауда. Жүк және жолаушылар пойызы мен әуежайда аталған бөлім қызметкерлерінің жіті назарында. Қырағылық пен тәртіптің шекарасына сап құрған желілік полиция бөлімінің қызметімен келесі сюжеттен таныс болыңыздар.
Аспан асты елімен иық тірестіріп, Жоңғар қақпасының тұтқасын ұстаған Достық ауылдық округі. Күніге жеткіген пойыздар, жүздеген жүк көліктері екі ел арасындағы қызу байланыстың қайнаған ошағы. Бұнда тек ауыл тұрғындары ғана емес, көршілес ел мен өзге де мемлекеттік азаматтары қызмет бабымен жүретіндігі белгілі. Сондықтан да бұндағы тәртіп пен заңды қадағалау ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы ретте Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көліктегі полиция департаментінің Достық станциясындағы желілік полиция бөлімі қызметкерлері тыныштық пен тәртіпті қадағалауда алдыңғы шепте жүр. Олардың басты мақсаты жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау, шетел азаматтарының жүріс-тұрысын қадағалау, жүк пойыздар мен қоймалардың бүтіндігін, жолаушылардың заңдарды сақтауы мен құқық бұзушылықтың алдын алу, жылжымалы құрамдардағы жүктердің және темір жол қозғалысының қауіпсіздігін сақтау, есірткі тасымалдау мен контрабандалық жолмен шикізаттар өткізуге жол бермеу, заңсыз жүрген шетел азаматтарын анықтау болып табылады. Осы биылғы жыл басынан бері желілік полиция бөлімінің қызметкерлері ізін суытпай тәулік ішінде 21 қылмыстық іс бетін ашып, оның ішінде 12 қылмыс сотқа жолданып, 2 топтық қылмыс жасаған күдіктілер ұсталып, өздерінің Алакөл ауданы және Аягөз ауданы соттарына жолданып, өздерінің процессуалдық шешім қабылданып, оларға жазалары тағайындалды. Және айта кететін 170 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, оларға заң шеңберінде 1,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынып, мемлекет пайдасына пайда келтірілді, өндірілді. Қазіргі таңда Достық станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері 523 шақырым аумақты қадағалауда. Олардың қызмет аумағында Ақтоғай, Бескөл станцияларында бөлімшелер бар және Үшарал әуежайы мен Ақши ауылы да жіті қадағалауда. Так, сейчас мы находимся на вокзале станции Достык. Совместно с единым отделом полиции проводится огромная работа. Это по предотвращению правопорядка на станции, на перроне, по кражам, по другим, по коронавирусу, по встрече делегации и так далее. Очень большое, огромное, хочется сказать, спасибо работникам за их тяжелый ратный труд. Достық станциясы арқылы тәулігіне 60-65 жүк және 15-17 жолаушылар пойызы жүреді. Бұндағы тауар айналымы күніне 23 мың тоннаны және жолаушылар саны 200-250-ді құрайды. Бұл пойыздардың барлығының жүру уақытын қадағалап, жол бойында шұғыл тоқтаулардың болмауына да қатаң тәртіп бар. Себебі темір жолға жақын орналасқан ауыл азаматтары мен малшылар осы маңға 4 түлігін жайып, тәртіп сақшыларын алаңдатып отыр. Бұл ретте түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қажетті ақпараттар да берілуде. Қытай елінен бастау алып, Еуразия құрлығына өтетін жүк тасымалы мен мемлекет ішіндегі жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі ең алдымен республиканың беделімен тығыз байланысты. Мұндағы адам наңғысыз алып техникалар тауар контейнерлерін арлы-берлі ауыстырып, арғы сапарына шығарып салғанша желілік полиция бөлімі барлығында назарда ұстайды. Бұлардың қызметі 24 сағат бойы тоқтамайды. Өйткені ауыл тамырына қан жүгіртіп отырған темір жолдың тынысы күнігі ұлғаюына байланысты бұл бөлімнің де жұмысы еселене түспек. Алдағы уақытта жоспар бойынша құрғақ порттың құрылысы аяқталғанда Достық желілік полиция бөлімінің де жауапкершілігі ұшан теңіз болмақ. Арнайы Алакөл ТВ үшін Маржан Инкарбек, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков. Бүгінге келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.